Халық аңыздарына сай, Арқарбай Шоқантайұлы 1862 жылы Аршалы округінің Әлжан тауында туған. Бақсы көріпкел әрі емшілік қасиеттері бар ерекше адам болған. Оның батасын алған кісілер тез арада сауығып кетеді екен. Жаяу жүргенде жүйрік ақ, өмірінде пойызға, машинаға отырған емес. Елдің айтуына қарағанда Арқарбай дуана ұшатын адам атанған. Дуана Арқарбай өміріне байланысты оны көзі көріп жүздескен теміржолшы Айкөз қаласының тұрғыны Жәтәмір Әбділда былай дейді. 1937-38 жылдары Ақтоғай жарма станцияларына пойыз шебері болып істейтінмін. Күз мезгілі. Кезекті пойыздың жармадан жүруіне аз уақыт қалғанды. Арқарбай дуананы станция басына көріп сәлемдескен едім. Айкөзге бармақшы екен. Арқарбай менен, "Мына пойыз қашан жүреді?" деп сұрады. "Қазір жүреді" деп жауап қаттым. Пойыз қозғалғанда оның қалып қойғанын көзім көрді. 4-5 сағаттан кейін Айкөзге келгенімде вокзал алдында фонтандағы суға бетін жуып тұрған Арқарбайды көріп таң қалдым. Айкөзбен жарма аралығы 110 шақырым. Арқарбаймен көрші тұрып, оны жақсы білетін бір қарт шешеден сұрағанымда, ол кісі Арқарбайдың көтеріп кететін киесі бар деп еді. Арқарбайдың қызы Аман апай болса, "Әкем бақи дүниеге аттанарда бізге, мен өлмеймін, менің денемді жерлеген соң 3 күннен кейін алып кетеді. Ақ түйе мініп бүкіл әлемді кезіп сендерді көріп жүремін. Бұл бөлектаста ел қалмайды. Менің зиратымның басына ары-бері өткен ел дұға оқып, Құран бағыштап, сыйынып жүретін қазандық орнатыңдар" деп өсиет қалдырып кеткен дейді. Айтқаны келіп, қазіргі кезде Арқарбай дуананың зиратының басында ары-бері өткен адамдар дұға оқып, Құран бағыштап, сыйынып жүретін үй бар. Арқарбай әулие Шоқантайұлы кесенесі Жарма ауданы Аршалы ауылы Бөлектас тауында орналасқан.